Бүгінгі видео сабағымызда осындай кешкі көйлекті модельдейтін боламыз. Қынамалы силуетті, етек жағы гаде болып кеткен, жоғарғы жағы корсет тәріздес болып кеткен осы көйлегімізді модельдеп үйренетін боламыз. Осы көйлекті модельдеу үшін ең алдымен біз сызбасын сызып аламыз. Бұл қынамалы силуеттегі алдыңғы бөлік және артқы бөлік міндетті түрде қынамалы силуетте болуы қажет. Алдыңғы бөліктен модельдеуді бастаймыз. Жоғарғы жақта біз корсет тәрізді бөлігімізді жасап алу үшін ең алдымен жоғарғы бөлігін осылай белге дейін қырқып аламыз. Дәл суреттегідей етіп корсеттің жоғарғы жағын сызып аламыз. Алдыңғы дәл ортасы қолтық ойысынан шамалы жоғарырақ болып тұр. Үстіңгі формасын шығарып осылай сызып аламыз. Ендігі кезекте жоғарғы жағында гифюр матасынан тігіледі, ал астыңғы жағын алдыңғы видео сабағымызда рельефті етіп сызып аламыз, яғни түзу сызықпенен. Енді выточкамызды жабамыз. Ол үшін алдымен жоғарғы бөлікті қырқып сызып аламыз. Бірінші формасына, яғни біздің сызбамызға туырлап қойып аламыз да формамыздың нақтылығын сызып аламыз. Ендігі кезекте астыңғы жақты қырқып выточканы жауып жанындағы жоғарғы жақта кеуденің үстіне жіберетін боламыз. Енді дұрыстап қойып алғаннан кейін осы үстіңгі жағын толығымен сызып аламыз. Міне, жанындағы выточка болмайды. Міне, көріп тұрсыздар, шетіне қарай алдыңғы сабағымыздағыдай шығып тұр кішкене. Енді екі аралықты қосамыз. Жоғарғы выточка мен төменгі выточканың арасын қосып қоямыз. Және төмен қарай түзу сызықпен түсіреміз. Яғни бұл жерде бізде гаде жасалынатын болады. Ал бел тұсындағы бүкпені жоғарғы кеуде ұшына дейін апарып, яғни сызбамыздың формасын дұрыстап қоямыз. Ол мынау алдыңғы жағы әдемі болып шығу үшін. Егер де сіз алдыңғы жағын кішкене ішке қарай кіргізгіңіз келетін болса, яғни кеудені көрсетіп тұрғыңыз келетін болса, төмен қарай оя беруге болады. Етегімізді гаде етіп шығару үшін алдымен мынау тізе сызығын анықтап алуымыз қажет. Себебі бізде гадеміз тіземізден шамалы жоғарырақ орналасқан, сол орталықты белгілейміз. Яғни бел, бөксе және тізе сызығын сызып қойдық. Міне, қараңыздар, енді содан шамалы жоғарырақ нүкте етіп белгілеп аламыз. Барлық жеріне, яғни біздің гадеміз сол жерден бастап шығу қажет. Гаденің көлемін көйлектің формасына қарай жасай береміз. Яғни кеңейген сайын оның формасы біз астыңғы гаде жағын күн тәріздес етіп ала береміз. Яғни барынша үлкен етіп жасай беруге болады. Біздің формамызда ондай үлкен емес, сол себепті кішірек етіп жасаймыз. Мен барлығына етек жағына 12 сантиметрден қосып шықтым. Міне, қазір сызып жатқанымыз алдыңғы бөліктің жаны мен бер бөліктің жанына гадеміздің кеңдігін сызып шығарып жатырмын. Етек жағына міндетті түрде 1-2 сантиметр жоғары көтеріп сызамыз, себебі біздің жан тігісіміз кішкене төмен қарай түседі барлығында. Сондықтан міне бер бөліктің жанында толығымен етек жағын сызып алдық. Енді осы формаларды нақты бүйірі қайсы, нақты алдыңғы бөлік қайсы екенін анықтау үшін толығыменен екі түрлі пастамен осылай сызып белгілеп аламыз. Қазір сызып шыққанымыз толығымен алдыңғы бөліктің бүйірі. Енді қазір екінші ручкамен сызып белгілейміз. Ол алдыңғы бөліктің нақты ортасы. Алдыңғы бөліктің ортасы тұтасып пішілетін болғандықтан ол жерге алдыңғы жағына қосымша қосылмайды, тек жанына ғана. Ал бүйір бөліктің қарасаңыздар екі жағына да қосымша қостық. Ендігі кезекте артқы бөлікті жасаймыз. Артқы бөлікті мен түзу етіп жасадым. Негізінен оны төмен қарайда сызып жасай берсеңіздер болады. Бізде жоғарғы жақта гифюр матасы орналасқандықтан артқы бөлікті тіке етіп алдық. Енді алдыңғы бөліктің гаде сызығын анықтағанымыздай, яғни рельефті тігісті анықтағанымыздай төмен қарай түзу сызықпен сызып алатын боламыз. Дәл артқы бойда выточканың сызығына сәйкестендіріп. Егер де жоғарғы жағы сіздерде кішкене кеңдеу болатын болса, жоғарғы жағына выточка жасауға болады 1,5-2 сантиметрге дейін. Негізінен бұндай корсеттік бұйымдарда көбіне артқы жақта өзі сәйкес келіп тұрады. Өйткені біз қынамалы силуетпен сызып жатырмыз. Ал дәл бел тұсында кішкене артық жерлері болуы мүмкін. Ол кезде белден 1,5-2 сантиметрге дейін алып тастауға болады.
Артқы бөлікті де дәл алдыңғы бөлікті етек жағына гаде сызғанымыздай 12 сантиметрден барлық жағына қосып шығамыз. Бүйір бөліктің екі жағына да, артқы бөліктің ортасының екі жағына да қосып шығамыз. Жоғарғы жақта белгілеген точкағамызға дейін, яғни тізенің үстінен точка белгіледік қой, сол точкаға дейін сызып апарамыз. Екі жағын міндетті түрде 1,5 немесе 2 сантиметрге дейін көтеріп аламыз. Енді артқы бөліктің бүйір бөлігін қанық ручкамен осылай сызып аламыз. Себебі етек жақты бір-біріне айқастырып сызған кезде кішкене бізге түсініксіздеу болады. Соның нақты қайсысы алдыңғы бөлікке, қайсысы артқы бөлікке жататынын анықтау үшін міндетті түрде қанық пастамен сызып алуымыз қажет. Ендігі кезекте артқы бөліктің нақ ортасын жасайтын боламыз. Ол үшін де 12 сантиметр екі жағынан қосамыз. Артқы бөліктің артқы жағында тігіс болғандықтан артқы дәл ортасына да 12 сантиметр қосылады. Міне дәл осылай модельдеп шығамыз және міндетті түрде астыңғы жағын бір-біріне теңестіреміз. Енді осы артқы бөліктің ортасында қанық түсті пастамен сызып белгілеп аламыз. Міне артқы бөліктің ортасы бізде осылай болып шығады. Орта жағын міне кішкене осылай кіргізіп жіберсеңіз болады. Ал бізде жоғарғы жақта бөлек материалдан, ол гифюр матасынан пішілетін болады. Енді дәл осы моделімізді матаға қырыққан кезде қалай жасаймыз? Бірінші калькаға көшіріп аламыз. Себебі әрқайсысын жеке-жеке пішу бізге кішкене қиындық туғызады. Сол себепті осындай калькаға жеке-жеке толығымен сызып көшіріп аламыз. Не алды? Енді астыңғы жақты теңестіріп, екі ортасын, енді бүйір бөлігін сызып алатын боламыз. Дәл осы әдіспен артқы жағында осылай сызып аламыз. Калькаға түсіріп. Қараңыздар, мына жерде түсіндіріп кетейін сіздерге. Матадан пішкен кезде бізде осы гаде матасына өте көп мата кетеді негізінен. Егерде белюр матасынан болатын болса, яғни тек қана бір жақты пішілетін маталардан болатын болса, міне осылай жоғарғы жақтан аралар ашық, бізде остатка мата өте көп қалады. Ал егерде матаны экономдайын дейтін болсаңыз, осылай бір-біріне қарама-қарсы бағытта пішуіңізге болады. Міне енді осы сызбағымызды толығымен макет жасап алдық. Макет жасаған кезде біздің көйлегіміз примерно осылай көрінеді. Міне жарты алдыңғы бөлігі, ал мынау жарты артқы бөлігі. Осымен гаде көйлегімізді модельдеу аяқталды.